2 ас қасық содаға 2 ас қасық уксусты құямыз. Суын сығып, ішіне саламыз. Духовканың ішіне салып, ең жоғарғы температурада 40 минутқа қыздырып қоямыз. Ішін гельмен бірге бір жуып шайып аламыз, іші тап-таза болып қалады. Бұлай еңкейіп, қиналып жумай, есігін қалай шешіп, әйнектерінің арасын қалай жуу керек екенін көрсетемін. Есіктің төменгі жағындағы екі фиксаторын жоғары көтеріп, есікті жартылай жауып, екі қолыңызбен жоғары қарай сәл көтеріп, өзіңізге тартсаңыз, есік бірден шешіледі. Есіктің төменгі жағында әйнекті тіреп тұрған жері бар, сол бекітілген жерден әйнекті кішкене көтеріп жіберсеңіз, әйнегі бірден алынады. Жуып шайып, дәл солай құрастырғыш сияқты құрастырып, жуатын жеріңіздің бәрін жуып алып, есігін тура солай салып қоясыз да, бекіткішін қайттан жауып қоясыз.